Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл видео Темуда мекен-жай жазу және Каспий картаны тіркеу туралы болады. Видео басталмастан бұрын осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, барынша осы видеоға қолдау білдіріп кетіңіздер. Біз қазір Темуда мекен-жай жазу үшін бірінші Тему сайтына кіретін боламыз. Қазір Тему сайтына кіреміз. Сіздердің темуларыңыз әртүрлі тілде болулары мүмкін, сондықтан да сол тілді ауыстыратын боламыз. Сіздерде осы жерде «вы» деп тұрады. Осы жерді басамыз. «Вы» деп тұрған жерді. Және осы батырман басамыз. Енді үшінші тұрған сіздерде язик деп тұрады, соны басамыз. Және өзімізге ыңғайлы тілді таңдаймыз. Және шығамыз. Ал енді қазір мекен-жай жазу үшін сіз деген жерге барамыз. Және осы мекен-жайлар деген кнопканы, осы мекен-жайларды басамыз. Енді жаңа мекен-жайлар қосу деген сары батырманы басатын боламыз. Бұл жерде облыс, қала, көше атауы және үй нөмірі дегендей тұрады. Солар толтырамыз. ЖСН, аты, тегі, телефон нөмірі дегендерді толтыра береміз. Әдепкі ретінде орнату дегенді басамыз. Қорықпай барлығын жаза берсеңіздер болады. Және сақтау деген астындағы сары батырманы басатын боламыз. Ал енді мекен-жайларыңыз сақталды. Енді біз қазір Каспий картаны тіркейтін боламыз. Ал Каспий картаны тіркеу үшін осы жерді басамыз. Каспий картаны тіркеу үшін. Енді бірінші төлем әдістеріңіз деп тұр, соны басамыз. Бұл жерде көрсетілмейді. Сіздерде сары кнопка тұрады. Қосу деген. Енді соны басамыз. Сіздердің карталарыңыз туралы түрлі сұрақтар қояды. Өздеріңіздің карталарыңыз туралы соны жазып сақтау деген нәрсені басамыз. Сонда сіздердің Каспий карталарыңыз сақталатын болады. Менде енді бұл жер көрсетілмейді. Мінекей біз шықтық. Ал енді мен Тему сайтынан қалай заказ беру керек екенін келесі бөлімде айтамын. Видеоға лайк басып, комментарий жазып, және тіркеліп, подписать етіп, барынша қолдауларыңызды білдіріңіздер. Ал енді менің видеом бітті. Осымен қош сау болыңыздар.